мен бүгін Еркенаш, және бүгінгі видеода сіздермен Тока Бока Хаус екінші сериясын түсіретін боламын. Мен бастамас бұрын лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз, кеттік. Так, уже күн болыпты. Так, тұрамыз қыздар. Қазір жиналамыз, сосын не істейміз? Сосын білмеймін не істейміз. Короче, көреміз. Так, жүріңдер, тұрыңдар, ұлдар. Не болды, мұғалім? Қазір біз фан-встречаға барамыз. Так что жүріңдер. Короче, концерт істейміз қазір. Өйткені біз концертке шықпағанға өте көп болды. Короче, концерт болды. Осы киім парасында ойым. Мұғалім, мен киімім жаман болып тұр. Сояқта киім сататын жер бар ма? Білмеймін, көреміз, короче, жүріңдер. Так, тамақтарымды ішіп алайық, сосын барып уже дайындаламыз. Так, келіңдер, отырыңдар. Қазір мұғалім сізге шай қойып беремін. Ойбай. Мұғалім. Ой, рахмет. Так, сосын маған... сосын мен тостер жеймін. Оқ мұғалім мені. Так, ал сендер не жейсіңдер? Бізге де тоже тостер и шай. Окей. Сейчас. Так, мен сендерге де тостер барамын. Мені все, и маған сын шай. Енді жүріңдер. Кеттік. Go, go, go. Мұғалім жүреді. Біз сторис алған жоқпыз ғой, что бізде фан-встреча. Не надо нам певицы. Сейчас посмотрим. Так, ана жақта қазір выступать етіп жатыр, сосын қазір біз выступать етеміз, короче. Сен киім қарайын деп бедің, жүр. Кеттік, екеуміз қарайық. Мен саған ақтап киімдер бар екен. Обей. Так, не аласың сен. Білмеймін. Мына ұлдардікі емес пе? Мынандай. Я осыны алсайшы. А мен тогда не алам. Мынандай уже бар екінде. Мынау не? Ойбай. Жайтынан кесайын ба? Мұғалім, осымен жүрін, шо сықатты. Жарайды. Ал жүріңдер. Микрофон алыңдар. Сен өлең айтатын едің ғой, өлең айтасың ба? Я мұғалім, өлең айтам. Так, еще тағы да микрофон. Кеттік ал. Так, біздің неміз аяқталды, жүріңдер. Бай. Кеттік. Саламатсыздар ма? Мен сіздерді білем, осы хаус екенсіздерді. Осы әдейі келдім, арнайы сіздерге. Рахмет. Әлі барлық оқушы, барлық адамдар келген жоқ, так что күте тұрайық. Ойбай, уже көп адам болып кеткен ба? Бергендер. Тұрайық. Бүкіл хаус тұрындырай. Ортасына тұрмын маған. Я кісі өлең айтасың. Так. Алғыз кеттік. Вау, күшті хаус. Сіздер маған ұнайсыздар. Рахмет.
суретке түсеміз, тұра тұрыңдар. Так, енді біздің өлеңіміз. Дан, 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 дан. Так, суретке түсіп аламыз. Ура, мен оларды көрдім. Так, трогательный момент, күшті момент. Осторожно, Все, бүгінгі фан-встреча аяқталды. Всем пока. Пока. Тоқтаңызшы, мен сізге бір сұрақ қойсам бола ма? Я, әрине, бұл хаусты кім создайт етті? Мен создайт еттім, және бұл балаларды өзіме шақырып алдым. Бұл жақта сіздің сестренкаңыз бар ма? Жоқ, әрине, мен бұл балаларды өзім воспитать еттім. Ну, как? Ну, типа, шақырып алдым хаусқа. Болды. Все, давайте. Рахмет. Жүріңдер, балалар. Қыздар, сендер өздеріне үшеулеріне бірдей бір киім алыңдарсайш. Мұғалімінде мынандай киім бар. Олар да сондай киім алсында. Как раз екеуі бар. Давай. Мен алдым. Так, сосын. Ұлдар, сендер мынандай екеуіне. Ұлдарский сияқты осыны мен осы киіммен жүре берем, атақта ғой. Жарайды, жүріңдер, кеттік ал. Балалар, қазір қонаққа барып келейік екен. Бір қыздың бүгін туған күні, сондықтан ол бізді көргісі келеді, короче. Бізді шақырды, сондықтан мани береді. Так что кеттік. Қалай бізге тяжело. Бір киім киіп алайын. Нормальный киімді жоқ. Қызым келе ғой. Анашым, мен туған күнім неге жаман өтіп жатыр? Но енді бізде пока что осылай. Жата тұр. Саған сюрприз. Так, корм. Теперь не нужен. Так. Олар қыздарды ғана шақырды, так что қыздар ғана жүріңдер. Сәлематсыздар ма? Сіздерді көргендеріме қуаныштымын. Не болды сіздің аяғыңызға? Мен просто аяғым шықты екен, солай, короче. Қыз қайданы? Қазір мен шақырып келіп, сіздер босай тұрыңыздар. Жарайды. Қызым келіп тұра ғой. Саған сюрприз. Анашым, қандай сюрприз? Міне, қара. Мен көріп жүрген хаус қой, мен сіздерді қатты көргім келген. Рахмет сіздерге келгендеріңіз үшін. Туф, қандай күшті. Сіздің дочкаңыз кішкене ауырады екенімді, поняли. Сондықтан біз сіздерге бесплатно келдік. И не пустыми руками. Сіздерге міне ақша керек болады. Неге маған как-то стыдно болады. Жоқ, өздеріңіз алыңыздар. Соған продукты аласыздар нормальный. Онда біз суретке түсіп алайық, сосын кетейік. Аха, жақсы. Пичик. Кеттік қыздар, жүріңдер. Сау болыңыздар. Сау болың. Ақылды бол. Анаңды тыңда. Сау болыңыздар.
жүріңдер енді үйге барайық. Міне. Так, енді шамалы демала тұрайық, соны көреміз қайда баратынымызды. Әкеңдер киімдерді қойын. Мұғалімі біздің киіміз ғой? Ойбай. Ладно, сай. Бүгін, кеш болды ғой уже. Кешке қарай не ойнаймыз? Қазір. Правда ли действие ойнаймыз? Жарайды, мұғалім. Онда біз демала тұрайық кішкене. Аха. Мен де демала тұрам. Кеттік алдар. Мен ұйықтайым. Мен де. Мен ұйықтайым. Мен де ұйықтағым. 2 сағаттан кейін. Так, уж 2 сағат өтіпті. Уже сағат 7 болды. Так что не. Олдар тұрыңдар, правда ли действие ойнаймыз. Қыздар, жүріңдер, правда ли действие ойнаймыз. Біздің комнатамызда ойнайықшы. Біздікі үлкенірек, жарайды. Олдар бергендер. Окей. Так. Отырыңдар енді. Так. Газ бутылка кейін. Мына бутылка келдім. Мына ашатын жері бар ғой, сол жақта стрелка болады. Дайте, айналдырамыз. Попадает тебе. Так, правда ли действие? Правда. Так, сен өмірінде. Кендер ақылдап қояқшы. Сендер олдар қоясыңдар, соны сендер өткенде біз қоямыз. Жарайды. Так. Сен магазиннен өмірінде хотя бір рет магазинде бір какой-то штучка, кішкентай нәрсе ұрладың ба? Жоқ, конечно же. Қуасыңдар ма, неге ондай сұрақтар қоясыңдар? Жоқ, конечно, дейді. Ойбай. Ойнап болған сон. Все болды уже, түн батты. Не істейміз қазір? Фильм көрейік. Бірақ бізде телевизор жоқ қой. Жарайды, онда страшилки етеміз. Кімдер? Очень страшные. Историялар айтамыз, шын өмірде болған. Соны барып көреміз. Мұғалім, мен бастайыншы. Айт. Мұғалім былай болды. Бір күні, бір мама болған, ол бала туғанда, именно сол өзінің үйінде болғанда, бір комната болған, сол жақта баласы сол жақта өседі. Сол бала пайда болған соң, сол комнатада дәу дыра болды. Ол бірінші кішкентай болды ғой бала. Соң ол да андай дыра кішкентай болды. Тенек. Сосын барып, ол өсеген сайын, ол ұзын, үлкен бола берді. Сосын барып бір күні мамасы алып, баланы навсегда бір басқа детдомға бір жерге беріп жібереді. Сосын дыра все-таки қалады, бірақ мамасы ремонт жасап тастайды, бірақ ол дыра шығып кете береді сыртынан. Сосын барып мамасы ойлайды, что баласын өлтіру керек деп, бірақ оны өлтірмейді. Ол осы бір комнатаны навсегда ашпайды. Сосын бір күні сол бала, мамасы қайттан оны алып кетіп кетеді да, сосын баласы қайттан есікті ашады да, ашып қалса, ол жақта жамандай болды. Ол жақта бүкіл комната черный болып кетті. Осылай мұғалім. Мынау өтірік сияқты ғой. Жоқ мұғалім, менің досымда болды ондай десе. Конечно, бұл өтірік. Жарайды, басқаларын айта беріңдер.
Барлығы страшилка айтып болған соң. Мұғалім, мен қорқып кеттім, ұйықтаймын. Жарайды, онда барлығымыз ұйықтайық жүріңдер. Жарайды, мұғалім. Бәрі қызықты болды, Конечно, қызықты болды. Давайте барыңдар. Достар, осымен менің видеом бітті. Сіздерге ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Всем пока-пока. Менде 1000 подписчикке шамалы ғана где-то 100 подписчик сондай керек или 90 білмеймін, қарау керек. Сіздер маған соны істеп беріңіздер. Сонда менде каналымда 1000 подписчик болады. Ура! Наконец-то. Всем пока-пока.